Саламатсыздар ма оқушылар? Мен аты-жөнім Ақын Жақсылық. Мен Эдлайт академиясында физика әдіскері болып жұмыс істеймін. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қысым және сұйықтық қысымы. Қысым дегеніміз күштің ауданға қатынасына тең. Яғни оның халықаралық Си өлшем бірлігін табатын болсақ, 1 ньютон бөлінген 1 метр квадрат. Яғни ол неге тең? 1 ньютон бөлінген метр квадрат. Бұны біз басқаша жазсақ та болады. Яғни оны біз па деп жазамыз. Па деген ол паскаль деген сөз. Сонымен қатар қысымның басқа да өлшем бірліктері бар. Мысалға, бір атмосфера. Ол шамамен 10-5 дәрежесі паскальға тең. Немесе оны нақты жазатын болсақ, бір атмосфера 101.300 паскальға тең. Енді сонымен қатар миллиметр, 1 миллиметр сынап бағанасы деген өлшем бірлігі бар. 1 миллиметр сынап бағанасы деген өлшем бірлігі бар. Ол 133.3 паскальға тең. Сосын 1 бар. Ол 10-5 дәрежесі паскальға тең. Сұйықтық қысымы деген. Енді біз сұйықтық қысымын бірінші формуласын жазайық. P0 қосылған ρGH. Яғни P0 дегеніміз ол мына суретте көрсетілгендегідей ауаның қысымы, бір атмосфералық қысым. Бізге әсер ететін ауаның қысымы ол бір атмосфера. Ал енді судың ішіне төмендеген сайын қысым көбейе береді. Ол да осы формулаға бағынады. Ро деген бізде сұйықтықтың қысымы, сұйықтықтың тығыздығы. Су үшін 1000 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Немесе оны біз 1 грамм бөлінген сантиметр куб деп жазсақ та болады. G еркін түсу үдеуі 9.8 метр бөлінген секунд квадратқа тең. H болса ол тереңдік. Бүкіл бірдей тереңдіктерде бір вертикаль бойында қысым тұрақты болады екен. Енді гидравликалық преске келетін болсақ, гидравликалық пресс деген ол су иіндігі, яғни судан жасалған рычаг. Бұл құрылғының арқасында біз F1 деген азғана күшті қолдана отырып, үлкен заттарды көтере аламыз. Яғни мына екеуі бір вертикальда орналасқандықтан екеуінің қысымы бір-біріне тең болу керек. Тұрақты болу керек. Яғни F1 бөлінген S1 тең болу керек. Неге? F2 бөлінген S2-ге. Сосын енді біз есеп шығарайық. Бірінші есебіміз ол орысша видеоның соңында берілген тапсырмаға өте ұқсас. Яғни осы видеоның орысша варианты да бар. Соған қарасаңыздар болады. Ол жерде есептер басқаша. Яғни осындай бізде бір параллелепипед зат берілген. Ұзындығы 20 см, ені 10 см, биіктігі 5 см. Осы затты қалай столдың үстіне қоятын болсақ, ол максималды және минималды қысым мен столға әсер етеді. Жақсы, енді біз бірінші оның көлемін әріптермен жазайық. А, Б, С. А деп ұзындық, Б деп ені, С деп биіктігін белгілейік. Сосын, егер біз оны былай қоятын болсақ, бұл жерде мынау Б,
А, мынау С. Астындағы аудан, қима аудан неге тең болады? Бұл жерде А көбейтілген С-ға тең болады. Яғни тығыздық неге тең бізде? Яғни тығыздық неге тең? Күштің ауданға қатынасына тең. Бұл жерде бізде күш ауырлық күшіне тең. Яғни о массада бізде тығыздық көбейтілген көлемге тең. Жазатын болсақ, көлемді А, Б, С деп, оны А, С-ға бөлетін болсақ, А-сы қысқарады, бізде ро, Б, Ж. Көргендегідей, көріп отырсыздар мына жерде биіктігіне байланысты ғана өзгереді екен қысым. Сол үшін біз оны қандай жағдайда қоятын болсақ қысым ең көп болады. Біз оны ұзындығымен былай қоятын болсақ, қысымы ең көп болады екен. Бұл жағдайда максимум неге тең? Ро А Ж-ға тең. Ал енді біз бұны былай қоятын болсақ, оның қысымы ең аз болады екен. Себебі биіктігі ең аз С. Бұл кезде қысым минималды болады. Ро С Ж. Сандарды қоятын болсақ, бұл жерде мына сантиметрлерді метрге аударып қою керек. Оны өздеріңіз жасап көріңіздер. Енді келесі есебімізде осындай 3 түрлі сұйықтық берілген. Және де әрбір клетка ол H-қа тең биіктігі. Сонда біз сразу тауып алайық. Мына жерде биіктігі неге тең болу керек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 H екен. Мұнаның да биіктігін өлшеуіміз керек. Себебі мына вертикальда қысым тұрақты. Содан жоғары қарай есептесек дұрыс болады. Мұнда 2H биіктігі, ал мынанікі 4H. Мына жақ жабық. Сол үшін мына жердегі ауада қысым басқаша болады. Соны табуымыз керек. Ал енді оң жақтың қысымы неге тең болады? P0 қосылған 2 ро көбейтілген G көбейтілген 9H. Сол жақтың қысымы P қосылған бірінші мына тығыз қысым, тығыз сұйықтықты жазайық. Сосын ро G 2H. Енді есептейтін болсақ 2 жердегі 9 18 ро G H тең болады. Мұнда 12 қосылған 2 14 болады. P қосылған 14 ро G H болады. Сонда бізде P-иміз неге тең екен? P0 қосылған 4 ро G H болады. Соңғы есебімізде бізде осындай арық берілген. Мынау арық трапеция ретінде. Мына екі ұзындығы бір-біріне тең. Су осы қабырғаларға қандай күшпен әсер етеді дейді. Егер мына жақтың ұзындығы кішкентай H, мынаның үлкен H, биіктігі B болса, L деген ол арықтың ұзындығы, бізге қарай бағытталған ұзындығы. Біз бұл арыққа әсер ететін күшті табу үшін қысым көбейтілген ауданға тең ғой, қысым мен ауданды табуымыз керек. Мына арықтың бір жағының ауданы неге тең? Ол мынандай тіктөртбұрыш болады, қарайтын болсақ. Мына ұзындығы X болады. X. Және де ұзындығы L болады. X-ті қалай табамыз? X-ті біз бұлай тапсақ болады. Мына кішкене ұзындығы бізде H-қа тең. Үлкен ұзындығы H болса, ол мына жақта 2-ге бөлініп отыр ғой. Сонда H минус H бөлінген 2 болады. Мына жақ H минус H бөлінген 2 болады. Мына ұзындығы B. Сонда мына X-ті қалай тапсақ болады? Пифагордың теоремасымен тапсақ болады. Яғни, Пифагордың теоремасы қалай еді? Гипотенузаның квадраты тең болады мына екі катеттің квадратына.
Значит, x'imiz bizde түбір асты b квадрат қосылған h минус h квадрат бөлінген 4-ке тең. Біз ауданды таптық. Ауданымыз бізде L түбір асты b квадрат қосылған h минус h квадрат бөлінген 4-ке. Енді қысым. Қысым бізде тұрақты түрде көбейіп жатыр. Бастапқы ең үстіңгі жерінде ол p0-ға тең, ең астында p0 қосылған ρ b-ға тең, тереңдік p ғой. Значит, p бізде ол орташа қысымға тең деп ала салсақ болады. Бұл линейно өзгеріп жатқандықтан p0 қосылған ρ b бөлінген 2. Яғни p0 қосылған ρ b бөлінген 2-ке тең. Сонда бізде күшіміз неге тең болады? p0 қосылған ρ b бөлінген 2 көбейтеміз L-ға және де b квадрат h минус h квадрат бөлінген 4. Осы жауабы болады. Жақсы. Үй тапсырмасы осы 2 есеп. Бірінші есепте тығыздықты табуларыңыз керек. Екі жағы да ашылған. Ашық, екі жағы да ашық. Екіншісінде бізде гидравликалық пресс берілген. Күштер, аудандары берілген. Мына жердегі зат тұр, соның массасын табыңыз дейді. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңдар. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз сұйықтық қысымы. Қысым байланысқан ыдыстар. Қысым деген түсінікті сіздер көп естіген шығарсыздар. Мысалы, біз қолымызбен үшкір затқа ақырындап бассақ та, қолымыз ауырады, себебі ол жерде қысым көп болады. Ал қысым ол күшке тура пропорционал, ал ауданға кері пропорционал. Оның өлшем бірлігі халықаралық жүйеде паскаль болады. Яғни 1 паскаль ол ньютон бөлінген метр квадратқа тең. Сол үшін егер ауданды үлкейтсек, мына жағдайда шар үшін біз ауданды үлкейткендіктен қысым аз болып шар жарылмай тұр. Енді газдың да қысымы болады. Газдың бізге әсер ететін атмосфераның қысымы 1 атмосфераға тең, немесе ол 100 000 паскальға тең. Ол қалай болады? Ауаның молекулалары біздің денемізге ұрылып импульс жасайды. Сол арқылы бір қысым пайда болады. Енді сұйықтықтың қысымын қарастыратын болсақ, мына ортадағы суретке қараңыздар. Ең бірінші тесіктен сұйықтық аз жылдамдықпен шығып жатыр. Ал екіншіден кішкене көбірек, үшіншіден өте көп жылдамдықпен шығып жатыр. Не деген сөз? Демек, тереңдікке, биіктікке байланысты қысым өзгереді деген сөз. Сосын үшінші суретте май, мынау су, мынау май, сұйық май. Екеуінде де бірдей тереңдіктен әртүрлі жылдамдықпен шығып жатыр. Май ақырын жылдамдықпен шығып жатыр суға қарағанда. Майдың тығыздығы аздау. Демек, тығыздыққа да тура пропорционал екен. Осы жерден біз сұйықтықтың формуласын дәлелдедік. Сұйықтың формуласы тереңдік пен тығыздыққа тура пропорционал, және де гравитация. Еркін түсу үдеуіне де пропорционал. Енді есептер шығаруды бастайық. Бірінші есебімізде бірінші жағдайда қысым неге тең? Күштің ауданға қатынасына тең. Бұл жерде күш 48 ньютон. Ал аудан неге тең? Аудан мына астындағы ауданы 0,3 көбейтілген 0,4. Яғни 48 бөлінген 0,12. Бұл неге тең? 4812-ке бөлгенмен тең. Яғни 400 ньютон.
мына екінші жағдайда қысым көбірек болады. Бұл жерде күш сол қалпы қалғанымен аудан азайып отыр. Аудан 0,2 көбейтілген 0,3 дейін. Бұл жерден жауап 800 ньютон шығады. Келесі есеп. Егер кірпіштің сығылатын беріктігі 10,7 дәрежесі паскаль болса, ең максимальный беріктігі мынау қысымы. Және тығыздығы 1,5 көбейтілген 10,3 дәрежесі килограмм метр куб болатын болса, кірпіштің тұрғызылатын қабырғаның ең үлкен биіктігін анықтаңыз дейді. Қабырғаның жерге әсер ететін күші ол ауырлық күшіне және ауырлық ол тығыздықтың биіктікпен ауданға көбейтіндісіне тең. Гравитацияға көбейтеміз. Бізде тек қана биіктік қажет екен. Үшін биіктікті табайық. Ол 10,7 дәрежесі бөлінген 1,5 10,3 дәрежесі. Гравитацияны да 10,1 дәрежесі деп алсақ, бұл 10,7 азайтылған 4 бөлінген 1,5. Яғни 10,3 дәрежесі 1000-ды 1,5-ға бөлу деген шамамен 667 болады. 667 метр екен кірпіштің максимально тұрғызылатын қабырғасының биіктігі. Жерде қалыңдығы 70 см болатын қар жатыр. Оның қардың қысымы 630 паскаль. Яғни қысымның күшін табайық. Белгілі бір ауданды қарастырамыз. Ол неге тең? Ауырлық күшіне тең. Ауырлық күші тығыздық қар мен ауаның аралас тығыздығы, биіктік, аудан және гравитация. Осы жерден бізде тығыздық ашқа тең болады. Тығыздық қысым неге тең? 630 бөлінген. Гравитация 10. Биіктік 70 см. Метрге аударамыз. 0,7 метр болады. Сонда 630-ды 9-ға бөлсек, 7-ге бөлсек 90 килограмм бөлінген метр. Енді осыны салыстырайық. Мына шамамен. Бұл шаманы килограмм метр кубқа аударатын болсақ, 900 килограмм метр куб болады. Тығыздық 10 есе аз екен. Демек, 10% бізде мұз болады деген сөз. Қалған 90% бос деген сөз. 90% ауа. Келесі, жердің радиусы берілген, жердің тығыздығы берілген, бізге жердің қысымын табыңыз дейді. Жердің центріне дейін бір кішігірім бір цилиндрді алайық. Оның ауданы S болсын. Осы цилиндрдің әсер ететін күші неге тең? mg-ге тең. Бұл жерде гравитация, орташа гравитация. Сонымен қысымы mg праймның s-ге қатынасына тең. Массасы неге тең? Rho s r көбейтілген орташа гравитация. Жердің ортасында гравитация 0-ге тең, бетінде G-ға тең. Яғни гравитация бір қалыпты өзгереді деп алатын болсақ, қысым ρgr бөлінген 2 болады. Оның орнына сан қоятын болсақ, бірінші 5 көбейтілген 10,3 дәрежесі дейік қысым. Тығыздық. Сосын гравитация 10-ды 2-ге бөлсек 5. Радиус 6,4 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі болады. Бұл жерден қанша қысым шығады? 160 болады. 5 көбейтілген 6,4 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі паскаль.
Бұл 160 гигапаскаль немесе 0,16 терапаскаль. Немесе бұны 10.005 дәрежесіне бөлетін болсақ, атмосфера шығады. 160, ар жағында 4,0 атмосфера болады екен. 1.600.000 атмосфера. Келесі есебіміз гидравликалық көтергіште аудандары осы берілгендей поршендер бар. Кішіге қолданылатын күш 100 ньютон болса, үлкенге әсер ететін қысым мен күшті табыңыз дейді. Бір сұйықтықтың ыдыстың несіне қарамай қысымдары бірдей болу керек. Сұйықтықтың, мысалға бізде мынандай сұйықтық берілген, мынандай сұйықтық берілген, мындай әртүрлі деңгейде сұйықтықтар беріліп, егер біз оған ішіне сұйықтық құятын болсақ, барлық ыдыстардың несі бірдей болады. Сұйықтық деп алыңыздар мынаны. Осы принципті қолдана отырып, біз осы деңгейдегі қысым таба аламыз. Ол қысым неге тең? F1 бөлінген A1-ге тең. Осы жерден 100 бөлінген 0,1 тең 1000 паскаль болады қысым. Сосын тура сол қысым F2 бөлінген A2-ге тең болады. Осы жерден F2-ні пропорция арқылы таба аламыз. P көбейтілген A2 болады, яғни 1000 көбейтілген 0,4 400 паскаль екен. Келесі А нүктесінің қысымын табыңыздар дейді. Осы есепте де бір сұйықтықтың деңгейін алайық. Ең жоғары деңгей осы. Оң жақтан PA қосылған ρGH, мына сұйықтықтың қысымы, онан кейін астындағы сұйықтықтың қысымы 2 ρG 2H болады. Ол неге тең? Атмосфералық қысым қосылған ρG 4H қысымдар теңесті. Енді осы жерден ықшамдай отырып, біз А нүктесінде қысымның атмосфералық қысымнан аз екендігін табамыз. Нақты санын табатын болсақ, 101.000 паскаль азайтылған 800 көбейтілген 10 көбейтілген 20 сантиметр, ол 0,2 метр болады. Атмосфералық қысым. Мынау 1600 паскаль, яғни 99.400 паскаль болады жауабы. Келесі есепте ыдыс, ауа өткізбейтін ыдыста жоғары жақта сұйықтық бар, төменде газ бар екен. Осындай бір цилиндрлік қалқыма тепе-теңдікте тұру үшін қандай сұйықтықтың тығыздығы қандай болу керек? Жоқ, қалқыманың тығыздығы неге тең болу керек? О, неге тең? Жақсы, енді бұл жерде күштің тепе-теңдіктері орындалады. Астыдан үстіден әсер ететін қысымның күштерін, сосын ауырлық күшін барлығын жазайық. Астыдан әсер ететін күшіміз ол PS-ке тең болады. Үстіден әсер ететін күшіміз неге тең? Үстіден мына жерде қысым P ғой, жоғары қарай азаяды қысым. Демек, биіктік H болатын болса, мына үстідегі қысым бізде P азайтылған ρ0 GH болу керек. Осыны S-ке көбейтсек, үстіден әсер ететін күшті табамыз. Сосын ауырлық күш. Неге тең? ρ S 4H бұл масса көбейтілген гравитация. Жақсы, енді осы теңдеуді жазайық. Үстіге қарай әсер ететін күш PS, асты қарай әсер ететін күш ρ S
4H G қосылған. Жана жақшан аш жүрек PS азайтылған Ро0 GHS PS-тер қысқарып кетеді. Бізде бұл жерде SH-жыларда қысқарады. Сонда Ро0 тең 4 ро. Демек, ро бізде Ро0 бөлінген 4-ке тең екен. 800-ді 4-ке бөлсеңіз, 200 килограмм бөлінген метр куб болатын болса, жүйе тепе-теңдікте қалады екен. Келесі есеп. Осылай, сұйықтықтың деңгейі осындай. Яғни, сол жақтағысы 3-тен 1-не, оң жақтағысы 3-тен 2-сіне батып тұр. Сосын сол жақтағы цилиндрдің тығыздығы берілген, оң жақтағыныкы де берілген. Екеуінде ұзындығын біз L деп алайық. Және саламатсыздар оқушылар, сұйықтық қысымы байланысқан ыдыстар видеосының жалғасын көріңіздер. Техникалық ақауларға байланысты үзіліп қалды. Ал енді бұл есептің біз ұзындықтарын L деп алатын болса, екеуі де бірдей дейді ғой. Екеуінің мына керілу күштері мына жақта Т2, мұнда Т1-ге тең. Осы керілу күштердің қатынасын біз мына нүктеге байланысты күштердің моментін алу арқылы таба аламыз. Сол жақтан әсер ететін момент күші Т1 L-ге, оң жақтан Т2 3 L-ге тең. L-дер қысқарады, яғни бізде екі күштің қатынасы Т1 тең 3 Т2-ге тең болады екен. Сосын әрбір цилиндрді алып қарастырайық. Ұзындықтарын L емес B деп белгілейік. L қолданылып тұр екен. Үстіден атмосфералық қысым әсер етеді. Ал астыдан мына жақта қандай? P0 қосылған ро G B бөлінген 3 бөлінген S әсер етеді. Және де жоғарыға қарай Т1 тартады, төмен қарай ауырлық күші ро1 G B S. Осы жерден Т1-ді табамыз. Т1 қосылған P0 S қосылған ро G B S бөлінген 3 тең болады. Төмен қарай әсер ететін күштер P0 S қосылған ро1 G B S. P0 S-тер қысқарады. Т1-лер неге тең болады? Ро1 азайтылған ро бөлінген 3 G B S. Енді екінші заттың жағдайында осындай немен шығарайық. Бұған да жоғарыдан жоғарыға Т2 тартады, төмен қарай P0 S әсер етеді. Ауырлық күші бар ро2 BSG деген. Және де бұл жерде тереңдік уже 2B бөлінген 3-ке тең. Сосын астан әсер ететін қысым P0 атмосфералық қысым қосылған ро G 2B бөлінген 3 S болады. Осы жерден Т2 жоғарыға әсер ететін күштер Т2 қосылған P0 S қосылған ро G 2B S бөлінген 3 тең болады ро 2 B S G қосылған P0 S. P0 S-теріміз қысқарады. Т2 бізде неге тең? Ро 2 азайтылған 2 ро бөлінген 3 B G S. Енді осы екеуінің қатынасын біз білеміз. Т1 тең 3 Т2. Осы жерден ро1 минус ро бөлінген 3 тең болады 3 көбейтілген
ро 2 минус 2 ро бөлінген 3 болады екен. Осы арадан бізде 3 ро 2 азайтылған ро 1 тең болады неге? 6 минус 1, яғни 5 ро бөлінген 3 болады. Тығыздықты таптық. 3 көбейтілген ро 2 2,2 тең, азайтылған ро 1 4-ке тең. Оны 3-ке көбейтіп 5-ке бөлеміз. Бұл 6,6-дан 4-ті азайтсаңыз 6,6-дан 4 2,6 болады. 2,6 көбейтілген 3 бөлінген 5. 18 7,8 бөлінген 5. 5-ке бөлсеңіздер бірден береміз. 28 5 6 1,56 грамм бөлінген сантиметр куб болады екен. Келесі есепке барайық. Бұл жерде доп тегіс қабырғаға радиусы R тесікті жабады. Қабырғадағы тесікті жауып тұр. Қысымдар әсер етіп жатыр. Ол доп қандай күшпен әсер етіп жатыр? Бұл жерде әр нүктеге қысым былай қарай әсер етеді. Әр нүктеге былай перпендикулярын әсер етеді қысым күші. Бірақ осының барлығын біз мына ауданға тікелей былай әсер етеді деп алғызсақ болады. 3P-S деп. Астыдан да тура солай P-S деп. Сол осы екеуінің айырмашылығы мына күшке тең болады. Күш неге тең? 3P-S азайтылған P-S. Яғни 2P пи R квадрат. Неге бұлай аламыз? Себебі ашарды бұлай үлкендірек қып сызайық. Мына жерден әсер ететін күш. Мына жақтан әсер ететін күш. Бір-бірінің жойып жібереді. Мына жақтан әсер ететін күш, оған қарама әсер ететін күшпен жойып жібереді. Сөйтіп, мына бүкіл мына жердегі күштердің барлығы, мына жақтағы күштермен бір-бірін жойып жібереді. И бізде соңында тек мына жойылмаған, үстіңгі жақтан жойылмаған жағы осы үстіңгі жаққа әсер ететін күштер. Сосын ол күштерді де қарайсыздар. Мынау күштің мынандай компонентасы, горизонтальный компонентасы, мына күштің мына горизонтальный компонентасымен жойылады. Мынау да бұлай бір-бірімен жойылады. Сонда соңында бізде тек қана вертикальный компоненталар қалады. Яғни, как будто бізде жай ғана мынандай неге тіке әсер етіп отқандай күш қана қалады. Астыдан да солай. Сол үшін осындай оңай жолмен шығара салсаңыздар болады. Ал келесі сұраққа барайық. Ыдысқа су толтырылған траншеяның биіктігі берілген, ені берілген, үстіңгі жағы берілген, бүйір қабырғасы деген біз былай жанын егер қарайтын болсақ, бұған бұл траншея, бұл арыққа мына ұзындығы 50-ге тең. Атмосфералық қысым берілген. Енді бізге су қысымын анықтаңыз дейді. Су қысым күшін. Қысым күш неге тең? Бүйір қабырғаға әсер ететін. Мына күшті анықтаңыз дейді бізге. Біз ол үшін бірінші не табуымыз керек? Бұл күш неге тең? Қысымның ауданға көбейтілсе тең. Бүйір қабырғасының ауданын табуымыз керек. Мына x-ті табу. L мен x-тің көбейтісіне тең, аудан. X көбейтілген L-ге тең ғой. Ал x-ті мына жақтан қалай табамыз? Мынау бізде h азайтылған h-тың 2-ке бөлінісіне тең. Мынау қалған жартысы. Осы жерден x-ті қалай табамыз? Пифагор арқылы табамыз. X-іміз
квадрат неге тең болады? B квадрат. Міне. B квадрат қосылған h минус h квадрат бөлінген 4. Демек бізде ауданымыз L көбейтілген түбір асты B квадрат қосылған h минус h квадрат бөлінген 4-ке тең екен. Ал енді қысымды қалай табамыз? Қысым өзгеріп жатыр, е? Мына жақта P0-дан басталады. Мына жерде P0-дан басталып, мына жақта P0 қосылған ρ B болады. Орташа қысымды алуымыз керек демек. Орташа қысым P0 қосылған ρ B бөлінген 2, яғни максимальный минимальный мәнінің орташа мәнін табамыз. Себебі ол бір қалыпты өзгеріп жатыр ғой. Бір қалыпты төмен түскен сайын көбейіп жатыр. 0 қосылған ρ B бөлінген 2 болады. Сонда бізге әсер ететін күшті таптық. Осы екеуін бір-біріне көбейтіп, сандық мәнін қоя саламыз орнына. Осыған ρ B бөлінген 2 көбейтілген аудан санын өздеріңіз қойып алыңыздар. Келесі есеп. Массасы m, сұйықтығы бар тік бұрышты жеңіл ыдыс массасы 3m бір текті тұтқаға орналастырылған. Жеңіл ыдыс демек, мына ыдыстың өзінің массасы жоқ. Сосын бұған 2m дене жартылай батырылып тұр екен. Мына mx неге тең болу керек дейді. Чтобы осы жүйе тепе-теңдікте орналассын. Енді бірінші бұл жерде біз мына бір текті тұтқаның, бір заттың орта центр массасын табайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 болса, мына жерде центр массасы болады. 3m көбейтілген ұзындық L болса, осы мына жақтан әсер ететін күштің несіне тең болу керек? Моментіне тең болу керек. Ал бұл жерден әсер ететін күштерді табайық. Бізде жалпы массасы 3m болады. Бірақ одан біз мына керілу күшін азайтып тастаймыз. Керілу күші де неге тең? Керілу күші де бізде mxg-ға тең, яғни 3m азайтылған mxg күш. Осының екі момент бірін тең болады. Бірінің қашықтығы неге тең? 2L-ге тең, е? 2L-ге тең екен. Жақсы, осы жерден біз гравитациямен ұзындықтарды қысқартып жіберейік. Бұнда 3m тең болады. Жақшаны ашсақ 6m азайтылған 2mx болады. Сонда 2mx 3mге тең екен. Бізге mx 3m бөлінген 2. Бір жарым m болса, осы жүйе тепе-теңдікте орналасады екен. Жақсы. Осымен сабағымыз соңына келді. Сау болыңыздар.